Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін қолжетімді заттардан оңай тез дайындалатын ерекше кешкі ас дайындаймыз. Ол үшін алдымен етімізді аламыз және де кубиктап орташа көлемде турап шығатын боламыз. Менде тұздалған ет, сіздер тұздалмаған еттен қоссаңыздар да болады. Осылай ұсақтап барлығын турап алатын боламыз. Қатты ірілетіп жібермеңіздер, пісуі қиындап кетеді. Қанша мөлшерде қосу керектігі жазбаша рецебі видеоның астындағы описание бөлімінде жазулы тұр, сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Мінекей етімізді осылай турап алдық. Келесі кезекте бір дана пиязымызды алып, оны да осылай турап шығатын боламыз. Пиязды турап болғаннан соң 2-3 дана картобымызды алып, оны да орташа көлемде кубиктап турап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп қайталап турасаңыздар болады. Достар, менің арнамнан көптеген оңай әрі тез дайындалатын, сәтті шығатын рецептерді таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде видеоның астында тұрған подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыз. Қасындағы қоңырауша белгісінде басып қойыңыз. Сол кезде жаңадан видео шыққанда сізге хабарлама барып тұратын болады. Осылай барлығын турап аламыз. Келесі кезекте бауыр қосамыз. Бауырды да кубиктап турап аламыз. Бауыр егер сізде жоқ болса, қоспай-ақ қойсаңыз да болады. Бірақ бауыр қоссаңыз өте дәмді болып шығады. Осылай кубиктап, дайындап турап қоямыз. Енді қазанымызды қыздырып, майымызды құямыз. Майымызды жақсылап қыздырып алып, үстінен етімізді салып, жақсылап араластырып, біраз қуыратын боламыз. Егер сіздің етіңіз тұздалмаған болса, осы кезде тұз қосып жіберсеңіз болады. Менде тұздалған ет болғандықтан қосқан жоқпын. Осылай қуырып алдық, оның үстінен пиязымызды салып, тағы да жақсылап қызартып қуырып аламыз. Мінекей пиязымыз осылай қызарып қуырғаннан соң, үстінен су құямыз да, астын баяу қойып, 40-45 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Етімізді осылайша пісіріп аламыз. Бұл аралықта қамырымызды дайындауға кірісейік. Жылы суымызға 1 шай қасық тұзымызды қосып, ұнымызды дайындап аламыз. Суымызды құя отыра, тұз араласқан суымызды құя отыра, жұмсақ емес, қатты емес, орташа етіп қамыр илеп алатын боламыз. Алдымен осылай қасықтың көмегімен араластырып, одан кейін қолдың көмегімен жақсылап қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз осындай болып шықты. Енді 10-15 минутқа бетін жауып қалдырамыз. 10-15 минут өткен соң жұмсарып әдем болып тұрады. Сол кезде 2-ге бөліп, осылай 2 зуалай етіп дайындап қоямыз. Не болмаса үлкен етіп жайғыңыз келсе, осылай үлкен күйінше жая берсеңіздер болады. Енді етіміз жұмсарып піскеннен соң, оның үстінен картобымызды және бауырды саламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз да жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып, тағы да біраз уақыт қуырып аламыз. Кішкене қуырып болғаннан соң, оның үстіне су құямыз да, тағы да астын баяулатып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта қамырымызды жаюға кірісейік. Осылай ұн себе отырып, алдымен қолдың көмегімен, одан соң оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп қамыр жайып шығамыз. Достар, егер видео ұнап жатса, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп отыруды ұмытпаңыз. Қазақша фудблогтың дамуына үлес қосыңыздар. Лайк басып, пікір қалдыра отырыңыз. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Мінекей осындай жұқа қамыр болып шықты. Енді осы қамырымызды алып, 4-5 бөлікке бөліп аламыз, өзімізге ыңғайлы етіп. Өзіңіздің табаңызға лайықты етіп бөліп алсаңыздар да болады. Осы қамырларымызды алып, енді табамызды қыздырамыз. Табамызға қыздырып, осы қамырларымызды кептіріп алатын боламыз. Орташа жай отқа қоямыз астын. Осылай 2 бетін толығымен кептіреміз. Бетінде осындай ақшыл пузырькилар шыққанда дайын деген сөз. Қатты қызартып жіберудің қажеті жоқ. Кішкене қатайып кепсе болды.
барлық жерін осылай кептіріп аламыз екі бетінде. 15-20 секунд аралығында ұстаймыз. Бір беті осылай қатайғаннан соң келесі бетіне ауыстырып, келесі бетінде осылай ақ көпіршіктер пайда болғанша ұстаймыз. Барлық қамырларымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп кептіріп алатын боламыз. Сол кезде бір-біріне жабыспай өте дәмді болып шығады тағамымыз. Бұл тағамымыздың басқа тағамдардан ерекшелігі де осыда. Лаваш тәрізді етіп кептіріп аламыз, бірақ қатты пісіріп жібермейміз. Осылай табада кептірсеңіздер де болады, немесе пештің, духовканың табасын қыздырып тұрып, соның үстіне осылай екі бетінде бастырып алсаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңіз бойынша. Мінекей барлық қамырымызды осылай кептіріп алдық. Осылай қатты болып шығады. Енді осыны орап тұрып, кесетін боламыз майда бөліктерге бөліп. Осылай жасалған қамырлар кескен кезде де бір-біріне жабыспайды, оңай кесіледі. Осылай ұсақтап кесіп, барлығын дайындап аламыз. Бұл тағам өте ерекше болып шығады. Моңғолдардың тамағы деп те аталады. Міндетті түрде бір жасап көріп, отбасыңызды қуантыңыз. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Бізге өте қатты ұнады. Барлық қамырларымызды жаңағыдай табада кептіріп, осылай турап аламыз. Мінекей біздің қамырларымыз осындай болып шықты. Енді араларын осылай ашып шығатын боламыз қолдың көмегімен сілкілеп. Картобымыз піскеннен соң суы азайып кетсе кішкене су қосып жіберіңіздер. Жаңағы туралған қамырларымыздың барлығын картоп пен еттің үстіне орналастырып шығамыз. Біркелкі етіп жайғастырып шығамыз. Үстінен 2-3 ас қасық сұйық май құйып жіберіңіздер. Қамырларымыз бір-біріне жабыспай, құрғақ болып қалмас үшін. Осылай 15-20 минут буда баяу отта пісіріп аламыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын болды. Жақсылап араластырып жіберіңіздер. Өте дәмді болып шығады. Оңай жасалады, қол жетімді заттардан. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеода тұрған менің Instagram парақшама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше менен қандай рецепттер күтесіздер, комментарийға жаза кетіңіздер.